Сәлеметсіздер ме балалар, бүгін біз сіздермен бірге Астана бейбітшілік қаласы тақырыбын 6 сынып Арман Баба баспасын талқылаймыз. Мұнда мәтінді оқып, құрылымдық және жанрлық ерекшеліктерін ажырату керек. Бірінші тапсырмада бұл жерде алып шардың ең биікке көтерілуі бойынша әлемдік рекордқа ие болғаны туралы, бәйтерек қазақ халқының Сәлеметсіздер ме балалар, бүгін біз сіздермен бірге 6 сынып Арман Баба баспасы Астана бейбітшілік қаласы тақырыбын талқылаймыз. Видеоны көрмей тұрып міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Мына жерде екінші тапсырмада сіздер пунктуациялық ережелерді сақтай отырып, мәтінді көшіріп жазыңыздар дейді. Астана қаласы байлық. Ол жалпымызға ортақ табыс. Елорда халықты тұтастыруға, біріктіруге қызмет етуі тиіс. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев өз еңбектерінде орта ғасырлық Бозақ қаласын Ақмоланың түпкі атасы деп санауға болады. Ал оның соңғы мұрагері қазіргі Қазақстанның елордасы Астана қаласы деп жазған, деп осылай жазу керек. Артық болмас білгеннің айдарын әлем елдерінің астаналары туралы қызықты деректермен толықтыру керек. Кипр астанасы Накисия, Никосия екі елдің арасында бөлінген астаналардың бірі. Лихтенштейн астанасы Вадуцта, әуежай немесе темір жол станциясы жоқ. Пекин Қытай тілінде солтүстік Астана, ал Токио жапон тілінде шығыс Астана дегенді білдіреді. Иерусалим бірден екі мемлекеттің астанасы, яғни Израиль және Палестина мемлекетінің астанасы Иерусалим болып табылады. Бұл жерде әлем елдерінің астанасы туралы ерекше ақпараттарды жазу керек. 5-ші тапсырмада Астана қаласына арнап 2 шумақ өлең шығару керек. Бұл жерде 2 шумақ өлеңнен 2 түрлі үлгісін бердік. Біріншісі: Астана елімнің жүрегі, көкке өрлеп асқақтап нұр таңы, қалада жарқырайды үміт, шырағы сенің астанам, жанарымда әні, елдің арманы тілегі сенде, көшелері кең, аспаны биік, әр тасыңда тарих болашақ бар, қадамың нұрлы, жолың анық. Енді сіздер ақын болмағаннан кейін осы өлеңді ұсынсаңыздар өте жақсы болады. Екінші өлең: Астана қаласы арманның мекені, жарқыраған сәулелер, көкке жеткен үміт, биік ғимараттар өркендеудің белгісі, шырақ болып жанған елдің жарық құты. Қала сырлары тарихтың куәсі, тың егерген қадамдар жаңа жолдардың ізін. Жаста көнеде бірігіп өркендейді, Астана біз үшін мақтаныш көздің нұры. Дәл осылай алу міндетті емес, түрлі бағыттарды алып қарастыруға болады. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Видеоны ұнаса міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.